Сәлем достар, қалдарыңыз қалай жатырсыздар? Мен артына видеома қош келдіңіздер. Қазір мен сіздермен бірге жаңадан сериалды түсіретін боламын. Бұл сериалдың аты Арам ойлы келіндер деп аталады. Яғни мен ең алдымен видео бастамай тұрып бұл видеоның тақырыбын, сонымен қатар адамның мүшелерін мен бастайын деп тұрмын. В общем, давайте кеттік. Қазір бұл бізде мамасы, бұл екі баласы, ал бұлар келіндері. Яғни бұл мамасының аяғы жүрмейді, яғни мүгедек. Мына балдары, в общем, мынаның әйелі, мынау. Аттарына келетін болсақ, мына мамаларының аты Марал, ал мынау баласы, бұның аты Арман. Ал әйелінің аты, жаңадан түскен келіндер бұл екеуі де. Бұл әйелінің аты Салтанат. Ал мына екінші баласының аты Жанболат. Ал мына қыздың аты қазір ойнап қалдым. Салтанат. Айша. Ал давайте достар, біз видеоны жалғастыратын боламыз. Егер түсінбесеңіздер, видео барысында түсінетін боласыздар. Ендеше кеттік. И, кстати, бұл видеоның бас идеясы, яғни екі келін мыналардың енелеріне жау, в общем, енелерін жек көреді. Ал давайте енді видео қызықты болады деп ойлаймын. Кеттік. Go. Арман, сен анамыз точно қабылдай ма? Әрине, менің мамам өте жұмсақ адам. Біздің мамамыз жуас. Біздің бала кезімізден бері жақсы тәрбиелеп өскен. Түсінікті. Енді жақсы крик көп күтіп қалған шығар. Жүріңдер. Балдарым, келіндер ме? Мам, келіндер отырыңдар. Отыра қойыңдар. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Амансыздар ма қыздар? Менің есімім Марал болады. Менің есімім Салтанат, ал менің есімім Айша. Мам, өткенде ресторанға таныстырам деп едім ғой. Ол кезде енді сіздің операцияңыз басталып кетті, одан уақыт өтпей кетті ғой. Солай үйден таныстырып, бүгін нестейін деп, уже орналасайық деп. Сіз тойда көрмедіңіз бе бұл қыздарды? Ол сендердің тойларында мен көре алмай кеттім ғой. Білесің ғой, ол кезде операциям болды. Қабаттен сол кезде келуім керек еді. Мам, жақсы, енді менің тойымның операцияңыз маңызды ғой. Қой, қайдағы? Енді сіз емделуіңіз керек дегендей. Мам, Арман дұрыс айтады. Сіз жақсылап емделмегенше біздің тойда болмайтын еді ғой. Айтып тұрсың. Қойшы, жақсы. Жүріңдер, мен сіздерге үйіме таныстырайын. Жоқ, мама, әуре болмай қойыңыз, өзіміз таныстырып аламыз ғой. Өзіміз таныстырып аламыз, уайымдамаңыз. Жақсы. Мұнда таныстыра беріңдер, мен отыра тұрайын. Жақсы. Келіңдер, жүріңдер таныстырайық. Мына жақтан бізде осыны аула бар. Әдемі екен. Мына жақ біздің қонақ бөлме. Міне телевизор дегендей. Балдарын таныстыра қойыңдар. Білсін, көрсін. Сіздердің үйлерінде 2 этаж ба? Әдемі екен. Мына ванна. Жүріңдер, біздің бөлмелерді көрсетейік 2-ші этажда. Балам, менді апара қойшы. Жүріңіз, мам. Ал жүре қойыңдар. Қазір. Ал жүріңдер. Мама, шығыңыз. Оппа. Ал мына жақтың өзім таныстыра қойын. Мына жақта осындай ас бөлмесі. Әдемі екен. Мына жақта енді сендер өздерің күйеулеріңге тамақ пісіресіңдер. Көреміз. Ау, жоқ іште. Холодильник ашып жібере қойшы. Жүріңдер, мына жақта да бар. Мам, асықпай отыра беріңіз, өзіміз таныстырамыз. Жақсы. Мына жақта біз жатамыз.
Ой, екеуміз бе? Әдемі екен. Иә. Айтпақшы, мына киімдерді кеше алып кетіп едің ғой менің үйімнен. Иә, мен мына жерге барлығын жайғастырып қойдым. Әдемі. Жүр жан, біздің бөлмемізде көрсек. Вау, әдемі ғой. Иә. Мам, келіңізші. Ау, балам. Міне, мына жақ біздің мамамыздың бөлмесі. Қайсы? Жақсы екен. Рахмет. Ал жақсы, сонда бәріміз орналасайық. Қазір тамақ ішеміз. Иә, қарындарың да ашып кеткен шығар. Иә, аштым. Тамақ пісіру керек пе? Иә. Жақсы сонда. Жақсы, тамақ пісірейік. Не болды? Түрім бұзылып кетті ғой. Жоқ, ішіне. Қазір күтші. Құрбымыз звонып жатыр. Алло? О, сәлем, Арайка, қалайсың? Жақсы, өзің? Иә, күшті. Иә, біз Жанболаттың үйіне көштік. Сол. Иә, үйлері 2 этаж екен, бірақ маған анасы мүлдем ұнамады. Ой, білмеймін, арбада ма, сондай бір бәлем. Енді көреміз. Әйтеуір аяғын бір етіп кетіғам ғой. Мен мінезімді білесің ғой, жатқа білесің. Жақсы. Жақсы, артынан звондаймын. Давай. Не дейді құрбын? Қалай көшсіңдер ме дейді? Жақсы, онда біз тамақ пісірек. Жүр, Салтанат. Қазір. Мен кемді осылай. Сендер тамақ пісіріңдер. Не? Жүр. Не болды саған, ұнады ма? Мүлдем ұнаған жоқ. Маған да шешесі де бір момын құсап дүмін демейді. Жолмандап тамақ пісіресіңдер дейді ғой енді. Соны айтам. Не пісіреміз? Білмеймін, мына жерге бар тамақты бере салайықшы соларға. Соны айтам, келгеніміз қазір ғана жұмысқа салып қойған не? Иә. Ой, бұлар су ішпейді екен ғой. Жоқ, шай қойып бере салармыз. Мүлдем ұнап тұрған жоқ. Тезірек бөлек шықса екен. Соны айтам, мен де Жанболатқа айтам. Мен де Арманға айтам. Бөлек шығу керек. Мен мына шешесіме тұрғым келмейді. Мен де жақсы шайға шақырайын. Жүр шайға. Алло. Жүр, қайыным, шайға. Жүріңіз. Итеріп жүре қойшы. Ой, бір сізде. Өзім итерем ғой? Жоқ. Ал балдарым отыра қойыңдар. Тамақ ішіңдер. Не алыңыз? Рахмет айналайын. О, тамақ. Асықпай жеңдер, балдар, асықпай. Қайсы мен сендер өзім берейін. Бұрында осылай беретін едім. Ой, мама, есімді түсіріп жіберіңіз ғой. Иә. Не істеп отыр? Соны айтам, кішкентай бала құсады. Ау, не болды? Жегілерің келіп бара жатыр ма? Жоқ, оны дегеніңіз? Ал жақсы, мам, біз жатайық. Бөлмеңізді апарып берейін. Иә. Мам, не болды сізге, келіндер ұнады ма? Иә, өте жайлы, әдемі келіндер екен. Иә. Келіңіз киімімізді кигізіп берейін. Жоқ, құрсын, ұят емес пе?
мамамыз мен анамыз ғой. Ұятмайды деген жоқ. Киіміңізді киіп алыңыз. Жақсы енді. Шашымды ағарып, қартайып бара жатырмын. Ой, мамамыз мен үшін 18-ге қызайсыз ғой. Ой, жаным сол, рахмет. Жақсы, мен онда жатайын. Әкеңізді көтеріп жіберейін. Оппа. Қайырлы түн, мам. Қайырлы түн. Жүр, жақсы, салтан жатайық. Жүр. Тоқта. Мына жер кім жинайды? Сен жинай салсаңшы. Айналайын. Осы үйдің күшігінен сен ғой. Вообще-то, сен менен 5 сантиметрге ғана үлкенсің. Мен бойдан айтып тұрған жоқпын, вообще-то жылдан айтып тұрмын. Онда 1 жыл ғана үлкенсің ғой. Не болды, жинай салсаңшы. Жақсы, тек бүгінше, ертең сен жинайсың. Ой, ұрыспаңдаршы енді. Жинай салсаңызшы, Мариям. Ой, жинай салсаңызшы. Айша. Ой, қойшы сен де. Жақсы жүр. Ой. Арман. Не болды? Саған мен мамамнан ба? Жақсы. Сен айтайын деп едім. Біз қашан бөлек шығамыз? Не айтып тұрсың? Мен де білем. Бүгін ғана болды, келін түсіп болдық. Ыңғайсыз шығар, бірақ сонда да. Ыңғайсыз ғой енді. Ағанмен, бәрімен тұрған. Сонда да. Енді сонда да кеше ғана келін болып түстіңдер ғой. Ой, бүгін ғана. Ұят болады мамамнан. Жақсы, онда артынан ақылдасармыз, иә? Енді оны көріп жатармыз. Ой, жарайды, жатайық. Үнемі маған жұмыстың барлығын қылдыратып жүреді. Мен жүрейін сөйтіп арттарынан жинап. Ой, мен ерініп тұрмын қойшы, артына жинай салайын. Түн болған жоқ қойш. Жүре берім керек пе? Соны артына ал дейсің. Ештеңе. Қазір мен қайет бір жатсың. Енді анама қайырлы айтып кетейін де. Ой, ол алсын кемпір дейсің бе? Жоқ, мама ұйықтап қалған шығар. Жоқ, әдетте мамам блокнот жазып отыратын. Өшіп қойын. Жақсы, ал барш. Ой, не olsun шамадай? Уже қазірден баса орыс айтынан бастадым ба? Ой, ішіне бар. Ой, мам, не істеп отырсыз? Сол, блокнот толтырып. Ой, білдім ғой мен осы уақытта сіздің блокнот толтыратыңызды. Ой, жандарым, жаттап алғансыздар ма? Иә, жатпайсыз ба, түн болды ғой? Жақсы, мам, тезірек ұйықтаңыз. Қайырлы түн. Жақсы, сала қойшы. Әкеліңіз. Көп жазыңыз ба? Жоқ, қазір ғана бастағам. Келіңіз, көтеріп жіберейін. Оппа. Жақсы, қайырлы түн балам. Не болды? Анан не дейді? Ішіне ұйықтамай жатырған екен. Жақсы, жатайық. Қайырлы түн.